Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз аспан механикасының негізі болып табылатын Кеплер заңдары. Біз білетіндей, Кеплердің 3 заңы бар. Олар аспан механикасының негізін қалайды. Кеплер заңдары не жайлы екеніне қысқаша тоқтала кетеміз. Кеплердің 3 заңы бар деп атап өттік. Оның бірінші заңы былай делінеді. Барлық планеталар эллипс бойымен қозғалады. Және эллипстің екі фокусы болады. Бірінші және екінші фокусы. Және оның бір фокусында күн орналасқан деп айтылады. Көріп тұрмыз. Барлық планеталар деп, мысалы мына планетаны алатын болсақ, ол жаңа эллипс бойымен қозғалып жатыр, және оның бір фокусында күн тұр. Міне осындай болады екен. Суреттен көріп тұрғандай. Енді осы суреттен негізгі бізге керекті нүктелерді, және оған дейін қашықтықтар, және басқа уақыттарды қарап өтейік. Мына бір фокуста тұрған күнді К деп белгілеп алайық. К болсын. Және де планетаның қозғалыс барысында екі бір маңызды нүктелер болады. Олар мына бір нүкте және мына бір нүкте. Олар қалай аталады? Олар перигелий және афелий. Афелий деп отырғанымыз біздің ең алыс нүктесі, ал перигелий деп отырғанымыз ол біздің ең жақын нүктесі болып табылады екен. Белгілеп қойыңыз. Афелийді А нүктесі деп белгілеп қойымыз, перигелийді П нүктесі деп белгілеп қойымыз. Міне осылай белгілеп қойсақ болады екен. Енді күннен бастап афелийге дейін қашықтық бізде үлкен Q-мен белгілейміз. Афелийлік қашықтықты білдіреді. Ал күннен бастап перигелийге дейін қашықтық ол кішкентай Q-мен белгіленеді. Перигелийлік қашықтық деп атасақ болады. Және де афелий мен перигелийді қосып, оны екіге бөлген жағдайда бізде үлкен жартыөз деп аталатын центрінен ең шеткі нүктесіне дейін қашықтық келіп шығады екен. Ол қалай болады? А тең Q қосылған кішкентай Q, яғни перигелийлік қашықтық қосылған афелийлік қашықтық бөлінген 2. Ол бізде қай нүктені береді? Қай қашықтықты береді? Мына бір қашықтықты береді екен. А. Сіздердің мына тұрған планетаға күннен бастап сол планетаға дейін қашықтық, мына қашықтық R деп белгіленеді, векторлық шама. Радиус қашықтығы болып табылады. Және ол қандай да бір мына тұрған сызық екеуінің арасында қандай да бір бұрышты береді. Тета бұрыш деп атасақ болады екен. Енді бізге қызық болып тұрған ол осы R қашықтықты табу болып табылады. Оны біз қалай табамыз? Оның формуласы былай болады. R тең болады A бір азайтылған E квадрат бір қосылған E косинус тета бұрышы болып табылады екен. Міне, осы формулаларды көріп тұрсыздар. Бұл жердегі E деп отырғанымыз, ол эксцентриситет болып табылады. Эксцентриситет дегеніміз не? Ол мына бір эллипстің сығылғандығын білдіретін шама. Ал А деп отырғанымыз сіздердің мына тұрған қашықтықты білдіреді екен. Ал косинус, ол косинус және тета деп отырғанымыз мына бұрыш болып табылады екен. Міне осындай формула болатынын анықтадық. Енді бізде сұрақ туындауы мүмкін, мына бір тұрған перигелийлік қашықтық және афелийлік қашықтықты қалай анықтаймыз деген. Перигелийлік қашықтық ол мына тета бұрышы мына жерге келген уақытта 0 градус және афелийлік қашықтық тета қайта айналып келіп мына жерге тұрған уақытта ол 180 градус болады екен. Перигелий кезде айттық. Перигелий кезде тета 0 градус болады дедік, сол уақытта бізде мына формулаға әкеліп саламыз. R ол өз кезегінде Q-ға тең болады. Мынаның орнына алып келеміз. A бір азайтылған E квадрат бөлінген 1 қосылған E косинус тета. Ал тета ол өз кезегінде 0 градусқа тең. Соны әкеліп қоямыз. Косинус 0 градуста ол 1-ге тең. Содан келіп шығады бізде Q тең A
1 минус е, 1 плюс е деп ашып жіберсек болады, қысқаша көбейту формуласы. Мынаның астында 1-ге тең болса, не қалады? 1 қосу е қалады. Бұл жерде 1 қосу мен мына екеу қысқарады, сонда келіп шығатын формула Q тең A 1 азайтылған E деген келіп шығады. Перигелеу үшін дәл осы болады. Ал енді афелеу үшін қандай болады? Афелеу үшін тетта бізде 180 градусты береді. Өз кезегінде R тең болады үлкен Q-ға. Ол өз кезегінде тең A 1 азайтылған E квадратқа, және бөлінген 1 қосылған E косинус 180 градус. Косинус 180 градус бізде минус 1-ді береді екен. Сонда қалай болып шығады? Q тең A тура жаңағыдай қысқаша көбейту формуласы бойынша ашып тастаймыз. 1 азайтылған E, 1 қосылған E. Астыңғы бөлігінде 1 азайтылған E қалады. Сонда 1 азайтылған E мен 1 азайтылған E қысқарып кетеді, дағы орында A 1 азайтылған E деген формуламыз қалады екен. Міне, сіздер көріп тұрғандағыдай, мына жерде афелейлік кездегі қашықтықтың формуласын қорытып шығардық, және перигелейлік кездегі қашықтықтың формуласын қорытып шығардық. Мына жерде суретте көріп тұрған барлық бұрыштарды сақтай отыра, және мына бір планетаның перигелий кездегі және афелий кездегі моменттері үшін. Құрметті студенттер, біз Кеплердің екінші заңын айтып кетейік. Алдында біз айтып кеткендей, екі нүкте болады. Ол перигелий және афелий нүктесі. Планеталардың барлығы эллипс бойымен қозғалады деп айттық. Осы эллипс бойымен қозғалу кезінде олардың жылдамдықтары біртексіз болады екен, яғни тұрақты емес. Демек, перигелийде планеталардың жылдамдықтары ең жоғары, ал афелийде ең төменгі болып келеді. Алайда Кеплердің екінші заңы айтады: бірдей уақыт аралығында планеталардың барлығы бірдей аудандарды сызады деп. Ол қалай болады? Айталық, планета мынандай бір уақыт мезетінде белгілі бір жолды жүрсін. Мынандай бір жолды жүрсін. Сол кезде мына бір аудан сызылады. Ол Т уақытында жүрілген жол болсын. Ал дәл сондай Т уақытында жүрілген жол, мына жерде жылдамдығы аз болғандықтан аз ғана жол жүреді. Бірақтан оның мына жүрген ауданы осы Т уақытындағы екі аудан S1 және S2 ауданы өз кезегінде бірін-біріне тең екен. S1 тең болады S2-ге, егер Т1 Т2-ге тең болған жағдайда. Осылайша Кеплердің екінші заңы бойынша планеталар бірдей уақыт аралығында бірдей аудандар сызады деп айтылады. Енді, құрметті студенттер, біз Кеплердің үшінші заңын қарастырамыз. Сіздер мына бір суретте көріп тұрғандағыдай, планеталардың бәрі эллипс бойымен айналып жатыр. Енді біз екі планетаның қозғалысын қараймыз. Екі планетаның қозғалысын қарағандықта Кеплердің үшінші заңы былай деп атайды. Мына планеталардың күнді қозғалу периоды бар, және сол периодтарының қатынастары, яғни периодтарының квадраттарының қатынастары олардың үлкен жарты осьтерінің кубтарының қатынасына тең болады екен. Оны қазір мына бір суретке сәйкестендіріп сызып көрсетеміз. Енді мына жерде қазір бір планетаны, мына жердегі планетаны жер деп қарастырсақ, жердің сыртында айналып жатқан планета үшін Кеплердің үшінші заңын қарап көрейік. Ол былай айналып жатсын деп есептейік. Және мына жердегі ол планета болсын. Ал мына планета бізде жер болсын деп қарастырайық. Осы екі планетаның периодтарының квадраттарының қатынасы олардың үлкен жарты осьтерінің кубтарының қатынасына тең екен. Ол қалай болады? Ол былай жазылады екен. Бірінші планетаның квадраты
күннің массасы қосылған сол планетаның массасы бөлінген екінші планета квадраты, күннің массасы қосылған екінші планетаның массасы тең болады бірінші планетаның үлкен жарты осінің кубы бөлінген екінші планетаның үлкен жарты осінің кубына. Біз білеміз, күн жүйесіне күннің массасы 99,98 масса үлесін құрайды. Сондықтан, оған қосылатын планеталардың массалары өте аз болғандықтан, оларды елемеуге болады. Сондықтан бізде мына екі теңдікті қысқартып тастасақ болады екен. Сонда бізде мына бір формула былай қылып өрнектеліп қалады. Квадраты үлкен жарты осьтерінің кубтарының қатынасына деген. Екі. Алайда біз мына бір жерде екінші планетаны жер деп қарастыратын болсақ, онда жердің бір жылдағы периоды ол қаншаға тең? Бір жыл. Яғни күнді бір жылда қозғалып кеткендіктен периоды бір жылға тең болып табылады. Ал үлкен жарты осі ол бір астрономиялық бірлікке тең. Яғни жерден күнге дейінгі қашықтық орташа ол бір астрономиялық бірлікті білдіреді. Енді соларды осы мәндерді мына жерге қоятын болса, онда астындағы екеуі бірге айналып кетеді дағы, жермен салыстырғандағы кез келген планетаның Кеплердің үшінші заңын бұлай өрнектеп жазып қоясақ болады. Айта кетемін, ол жермен салыстырғандағы шығарылған формуласы болып табылады. Міне осылайша үшінші заңы айтылған екен. Тағы да бір айтып кететін жағдай ол синаттық және сидерлік қозғалыстар болып табылады. Яғни синаттық период және сидерлік период деген болады. Синаттық период дегеніміз ол жерде тұрып қарағандықтағы планеталардың периоды болып табылады. Ол кезде жердің өздік қозғалысында ескеру керек болады. Ал сидерлік деп отқанымыз ол күнге қатысты планетаның бір жылдық қозғалысы болып табылады. Оны сидерлік деп атайды. Енді кез келген планетаның синаттық периодын табу үшін, онда біз мынандай өрнектер арқылы табатын боламыз. Яғни бірінші жазып кету керек бұл жерде. Т0 деп отқанымыз, ол бізде жердің бір жылдағы қозғалысы, яғни сидерлік қозғалысы, ол бір жылға тең. Жердің периоды болып табылады. Ал синаттықты S деп белгілейміз, ал сидерлікті Т деп белгілейміз. Синаттық және сидерлік периодтар екеуі де. Енді формула былай болып табылады. Егер жер мен күннің арасында жатқан планеталар болатын болса, олар үшін мынандай формула қолданылады. 1 бөлінген S тең болады 1 бөлінген сол планетаның сидерлік периоды азайтылған 1 бөлінген жердің сидерлік периоды. Ал егер сыртқы планеталар, яғни жер мен күннің арасы емес, жерден алыс жатқан, ары қарай жатқан планеталар үшін бұлай формула қолданылады екен. Тең 1 бөлінген жердің сидерлік периоды азайтылған кез келген планетаның сидерлік периоды. Біз бағана айтып кеттік мына периодтарды, әрине біз Кеплердің үшінші заңынан анықтап алуымызға мүмкіндік бар екен. Міне осылай сидерлік және синаттық периодтарды өттік. Рахмет.